Сәлем достар, сендермен Бекзат және менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видеода мен сендерге сабақтан кейінгі оқушылар өзінің уақытын қалай өткізетіні жайлы, яғни сабақтан кейінгі адамдардың типтері жайлы айтатын боламын. Бұл видео қызық болатынына сенімдімін және сен өзіңді осы жерден таба аласың деген ойдамын. Сен қай типке жатасың, соны комментарийға жазып кет. Және видео басталмастан бұрын сендерге мына екі арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Бұл арналарда өте қызықты видеолар шығады және олардың ссылкалары описанияда болады. Осы каналдарға тіркеліп астына, яғни комментарийға плюс қойсаңыздар, мен сіздерге, яғни екі адамға тегін пиар жасап беретін боламын, барлық шынайы, және каналыңызға тіркеліп комментарий қалдырамын. Ең бастысы осы екі арнаға тіркеліп кетіңіздер. Олай болса видеоның тақырыбына көшейік. Сабақ бітті. Қазір мен диваныма барып, телевизорымды қосып, жақсылап ұйықтап алмасам. Ең алдымен барып, тамақ жеп алайын. Мусорды төгіп келдім, енді тамағымды жейін. Жоқ, тек бұл емес. Так, сабақ бітті. Мен ертең күні сабақтан жасап тастауым керек. Неге? Ертең менде химия, геометрия, физика, ағылшын болады екен. Осының бәрін жақсылап дайындалып алуым керек. Міне 5 тонна рюкзакты әрең арқалап келдім ғой. Сабақта адам не үшін оқиды екен? 7 сағат бойы отырамыз, дым үйренбейміз. Үйрететін апайлардың өзі сабақтарын әрең біледі. 7 сабақта бірден дұрыс затқа үйретсе екен, қаяқтағы жоқ, косинус, синус, тангенсті. Еще мен мына класстастарыммен қалай оқисың сабақты? О, сабақ бітті, енді арқайын жатсам болады. Телевизорымды көріп жатайын. Дым істемей босқа жатқанға не жетсін? Мен мына мектептен шаршап кеттім. Маған енді жақсылап тұрып дем алып алу керек. Айбай, қолым да ауырып қалыпты. Маған жақсылап дем алып алу керек. Және өлең тыңдап жатпасам, ато денемдің барлығы ауырып кетті. Сабақ бітті. Мен сені ұзақ күттім, жаным. Бүкіл сабақ бойы сен жайлы ойладым. Достар, сендерге осындай шағын скетч ұнаса, сөз ақын жоғатырған белгісін басып, менің арнама тіркеліп колокольчикті басып кетуді ұмытпа. Және де осындай видеоны алды тағы да қаласаңыздар, осы видеода 2000 лайк жинап көрейік. Сол кезде тағы да осындай скетчтер шығатын болады. Құттықтарыңызды келе жатқан және өткен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Өзіңнің каналыңды ары қарай дамытқың келсе, сен менен пиар аласың. Бағасын менің ВКонтактеме жазып білсең болады. Ссылкасы барлығы описанияда.